Мадина Сәдуақасованың съемкасына біз Джонни екеуміз қалай барып келдік. Желтоқсан айында Мадина ханымнан осындай ұсыныс келді. Мен әрине қарсы болған жоқпын. Әрине, конечно, Джонниді алып келемін. Съемкаға бір күн қалған кезде осы Джонниді әдемілеп шомылдырып тарап қойған болатын. Сонымен осылай съемочная площадкаға келдік. Негізі ерте келіп қойыппыз. Қандай съемка екенін уже түсініп тұрған шығарсыздар. Әрине Простоквашино. Сол Простоквашинодағы шариктің рөлін осы ит сомдайды екен. Ал Матроскинді біздің Джонни. Мына жердегі атмосфераны қараңыздаршы, тура 80-е 90-е болып отыр. Сөйтіп енді Мадина ханым келді. Еще Мадина ханым бізге Джонни екеумізге сыйлықтар алып келді жаңа жылға деп. Біздің Джонни енді Матроскиннің рөлін ойнағаннан кейін осындай киімге деген, смотрите, какая милота. Осылай бізде съемка басталды. Просто Джоннидің түріне қараңыздаршы. Вообще түсінбей тұр ғой, куда я попал, где я, отпустите меня деп. Джонни дейтін енді шыны керек өзінің мінезін жаман қатты көрсетті, кәдімгідей недовольный болып ысылдап, ужас. Өзінше болғаны енді соншалық камераға қарап басын көтермейді. Мен енді Джоннидің хозяйкасы болғаннан кейін ол менен басқа ешкімді тыңдамайды, менен басқа ешкімнің қолында тұрғысы да келмейді, поэтому мен өзім көтеріп тұрдым жаңағы фотоға, видеоға түсіріп алсын деп, бірақ сонда да недовольный, смотрите. 2 сағаттан кейін осылай съемка бітті. Негізі өте насыщенный күн болды. Все, жандарым, сол бүгінге осы. Всех люблю, всех обнимаю. Пока-пока.